Алаш қозғалысының негізгі идеясы демократиялық қоғам қалыптастырып, сөзсіз еркіндік пен дамудың алғы шарты ретінде қазақтың ұлттық мемлекетін құру болатын. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан мемлекеті сол идеяның жемісі. Алаш идеясы әсершіл, ұраншыл қазақтың ойы емес, жалпы адамзаттық құндылық этикасын сақтай отырып, отарлық езгінің құрсауында тұншыққан жұрттың адамзаттыққа шақыру болатын. Мінезді болыңдар. Жер отан, сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілген. Жердің асты мен үстіндегі барлық игілік халқымызға қызмет ету керек. Оның әрбір түйір тасы
әрқайсымыздың өмірімізге түйме болып қадалу керек. Отанды сату, ұлтты сатумен бірдей. Басымызға қандай күн туса да, қазақ еліне қызмет етуге ант етемін. Ант етемін.